көрермендері, сіздермен әксетегіден мен Съезд Валия. 15-19 наурыз аралығында 9 сынып оқушыларымен арнаулы оқу орындары арасында кездесулер жоспарланған болатын. Кездесулердің мақсаты оқушыларға мамандық таңдау мақсатында бағыт-бағдар беру және әр салада еңбек ететін үлгілі мамандардың өмірлік тәжірибесін жас ұрпақтың бойына сіңіру. Осы мақсатта офлайн форматта сақтық шараларын сақтай отырып, 16 наурыз күні Қызылорда қаласы Абылайхан атындағы жоғары колледжінің оқу бөлімі меңгерушісі Шеңгелбаева Мейірімкүл Алмасбекқызы колледжде оқылатын мамандықтар, бөлінетін грант түрлері, материалдық-техникалық базалар туралы ақпараттар берді. 17 наурыз күні академик Жиенқұлов атындағы Байқоңыр колледжінің білім беру мекемесінің мамандары және арнайы пәндер бірлестігінің жетекшісі Назарова Шынаргүл Ералиевна колледждегі мамандықтар туралы ақпараттар беріп, оқу орнының тарихы және материалдық базасымен таныстырды. Қызылорда облысы білім басқармасының Дарын облыстық қосымша білім беру орталығының ұйымдастыруымен өткізілген мамандықтар әлемін ашамын форумының облыстық кезеңінің қорытындысы бойынша 9 Б сынып оқушысы Қуандықов Нұртас және жетекшісі Гүлденген Бахитова апай бірінші дәрежелі диплом иегері атанды. Мектебіміздің тәрбие жұмыстарының жылдық жоспарына сәйкес Адал ұрпақ ерікті мектеп клубының жетекшісі Сәрсенбаев Тұрар ағайдың ұйымдастыруымен 5-7 сыныптар аралығында адалдық пен әділдік тақырыбында видеоролик байқауы өткізілді. Мақсаты қоғамда сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу, өскелең ұрпақты адал еңбекке үйрету, еліміздің ертеңі жарқын болатындай ұрпақ тәрбиелеу болатын. Әділқазы алқаларының шешімімен 1-ші орын 6-шы А сынып оқушылары, 2-ші орын 5-ші А сынып оқушылары, 3-ші орын 7-ші А сынып оқушылары иеленді. Мектебіміздегі жас маман орталығының жоспарына сәйкес, жас мамандар орталығының жетекшісі Медетова Гүләзия апайдың ұйымдастыруымен сабақта саралау тапсырмаларын жоспарлау тақырыбында дөңгелек үстел өтілді. Мақсаты – білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде саралау тәсілдерін меңгерту. Саралау тапсырмалары барлық оқушыларды оқу процесіне тарту құралы екенін дәлелдеу және жоспарлаудың маңыздылығын түсіну. Күтілетін нәтиже – жас мамандар саралау тәсілдерін жайлы мағлұмат алады. Қысқа мерзімді жоспарлау барысында саралау жұмысының жалпы қабылданған тәсілдерін қолдану аясын туралы білімдерін толықтырады, жинақтап пікір алысады. Мектебіміздің тәрбие жұмыстарының жылдық жоспарына сәйкес Наурыз мерекесіне орай мектебімізде 10 күндік өткізілген болатын. 10 күндік барысында өткізілген жұмыстардың бірі Диірменшембе бастауыш мектебінде Оразбаева Бейбіт апайдың ұйымдастыруымен «Қош келдің Наурыз» тақырыбында ашық тәрбие сағаты өткізілді. Сонымен қатар 7-ші Б сыныбында Наурыз мерекесіне орай Наурыз думан тақырыбында Сегізбаева Тазагүл апайдың ұйымдастыруымен тәрбие сағаты болып өтті. Оқушылар, бүгін біз сіздермен Наурыз думан атты тәрбие сағатымызды бастаймыз. Тәрбие сағатымыздың мақсаты Наурыз мейрамы туралы түсінік беру арқылы қазақ халқының салт дәстүрлерін көрсету және оны құрметтей білуге тәрбиелеу. Наурыз мерекесі қарсаңында 5-7 сыныптар арасында Ақ бата, асыл мұра сайысы өткізілді. Бұл сайыста сөйлеу мәдениеті, сөз мәнері, тілдік қорды айту, жадыда сақтай білуге, сонымен қатар атадан қалған асыл мұраны бүгінгі ұрпақтың санасына сіңіру, ұлттық рухты жаңғырту басты мақсатымыз болды. Сайыскерлеріміз бен көрермендеріміз пайдалы мәліметтер жинады. Әр қатысушы өз деңгейінде бата беру ырымын жасады. Әділқазылар алқасының шешімімен 1-ші орын 5-ші А сынып оқушысы Сәбитов Нұрлыбек, 2-ші орын 6-ші Б сынып оқушысы Амангелдіұлы Бағдаулет, 3-ші орын 7-ші А сынып оқушысы Жалғасбаев Еркебұлан иеленді. Ұйымдастырушысы мектеп талапкері Фариза Мақатай. Мектебімізде 3-8 сыныптардың қыз баласының арасында әжемнен қалған қолөнер тақырыбында көрме сайысы өткізілді. Мақсаты құрақ құрап, кілем тоқу тәсілдерін меңгерту және насихаттау мақсатында қыз балаларға құрақ көрпе, кесте тігуге үйрету, ұлттық құндылықтарды дәріптеуге тәрбиелеу болатын. Мектебімізде елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру жобасы аясында Наурыз аруы, Наурыз сұлтаны 2021 тақырыбында 8-10 сыныптар аралығында байқау өткізілген болатын. Байқаудың басты мақсаты ер балалар мен қыз балаларға адамгершілік, адалдық, жігіттің іс-әрекеттері мен қыз сымбатын түсіндіру болатын. Осы орайда ұйымдастырылған іс-шарамыз 5 кезеңнен тұрды. Бірінші, таныстырсам өзімді айдары. Қатысушылар өз-өздерін таныстырады. Екінші кезең, өнерлінің орысы кең айдары, өз өнері. Үшінші кезең, күш атасын танымас айдары.
қатысушы жігіттерге арналған спорттық сайыс кезеңі. 4-ші кезең ас иесімен тәтті, қыздарға арналған ас мәзір сайысы. 5-ші кезең зерделінің ойы озық айдары, салт-дәстүрлерге байланысты сұрақтарға жауап береді. Әділ қазалқыларының шешімімен бас жүлдені 10-шы А сынып оқушылары Сайымбетов Биболат және Дүжасарова Әсем иеленген болатын. Бірінші орын 8-ші Б сынып оқушылары Қожабергенов Сұлтанбек, Айдархан Назым. Екінші орын 8-ші А сынып оқушылары Есетұлы Нұрмұхамед, Мырзабайқызы Ағырке. Үшінші орын 9-ші А сынып оқушылары Абат Нұрболат, Арыстанбекова Гүлназ және де 9-ші Б сынып оқушылары Ұрымбасаров Мұхаммедали, Айзакова Дилназ. 9-ші В сынып оқушылары Әуесханов Рамир, Махамеджанова Мариям марапатталды. Барлықтарыңызды жүлделі орындарыңызбен құттықтаймыз. Сонымен қатар мектебіміздегі 10 күндік барысында Наурыз береке бастауы тақырыбында жас ұстаздарымыздың арасында Наурыз мерекесінің сайысы өткізілген болады. Мақсаты Наурыз мейрамы туралы түсінік арқылы қазақ халқының салт-дәстүрін көрсету және оны құрметтей білуге тәрбиелеу болатын. Қазақстан Республикасы Президентінің жаңа жағдайдағы Қазақстан іс-қимыл кезеңі атты Қазақстан халқына жолдауы тәуелсіздіктің 30 жылдығын мерекелеу және қоршаған ортаны жақсарту туралы тапсырмасына сәйкес мектебімізде 21 наурыз күні республикалық деңгейде мекенім жасыл елім және бұл менің ағашым акциялары болып өтті. Мен номер 85 орта мектептің логопед мұғалімі Шынтаева Халида. Бұл менің ағашым челленджі. Мектеп психологы Орынбасарова Айданадан қабылдай отырып, мектептің математика пән мұғалімі Оңталап Нұргүлге жолдаймын. Номер 85 орта мектебінің 9-шы А сыныбы Бегімбаева Ағырке. Құрметті қазақ елі, баршаңызды келіп жеткен жаңа жыл мерекесімен құттықтаймын. Қазақ халқы осы күнді асыға күтіп, осы мерекені одан әрмен думанға айналдыратын. Осынау мейрамда ақ тілектер мен ізгі жылы сөздер аспаннан жауады деседі. Барша қазақ елі әр қазақ отбасына амандық, саулық, тыныштық пен тұрақтылық тілеймін.